Бүгін біз сіздермен бары жоғы бір-ақ жұмыртқадан жасалатын күшті печенье жасайтын боламыз. Ол үшін ең бірінші бір жұмыртқамызды табағымызға жарып аламыз. Және осылай қантымызды саламыз. Және су майымызды құямыз да вилкамызбен жақсылап біркелкі қап араластырамыз. Венчикпен араластырсаңыздар да болады. Мен вилкамен араластырдым. Одан кейін бір қасықтай қопсытқышымызды саламыз. Және жайлап ұнымызды салып отырып араластыратын боламыз. Яғни өте жұмсақ қамыр илейтін боламыз. Мінекей біздің қамырымыз дайын болды. Өте жұмсақ болып шығады. Одан кейін табағымызды алып, кішкене табағымызды майлап аламыз. Және өстіп қамырымызды алып, домалақтап, домалақ пішін жасаймыз да, қантымызға кішкене матырып алып, әсемдік үшін табақтарымызға орналастырып шығамыз. Қамырымыз біткенше барлығын осылай домалақ пішін жасап шығатын боласыздар. Мінекей, және бетін кішкене әрлеу үшін вилкамыздың көмегімен кішкене осылай печеньемізге әсемдік беретін боламыз. Барлығын болғаннан кейін 180 градуста 20-25 минут пісіріп аламыз. Мінекей достар, біздің печеньеміз дайын болды. Бесік шайға дайындап көрсеңіздер болады. Маған тіркеліп қоңырауша белгісін басуды ұмытпаңыздар.